Жібек жолы пойызының жолаушылары Тараздың тарихи орындарымен танысты. 5 күндік халықаралық тур Алматыдан басталып, Түркістан, Ташкент сынды қалаларды қамтыған. Тараз қаласы да тур тізіміне енген. Ежелгі Жібек жолының бойында орналасқан тарихы, 2000 жылдық тарихы бар біздің жасыл қаламыз Тараз қаласына, Жамбыл жеріне қош келдіңіздер. Киел әулиеата шаһарына келгендер қатарында 300-ден астам саяхатшы бар. Туристерді темір жол вокзалынан ұлттық нақышта киінген батырлар мен ару қыздар тазы ит бүркітпен фольклорлық ансамбльдің сүйемелдеуімен қарсы алды. Ұлттық дәмдер ұсынылып, шашу шашылды. Қонақтарды қарсы алу рәсіміне қатысқан Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібек жолаушыларға ізгі тілектерін жеткізді. Тараз қаласында орналасқан Айша бибі Қарахан кесенесі, тектұрмас кесенесі сол ежелгі сәулет өнерінің ерекше бір белгісі іспеттес. Сондықтан осы тамаша орындарды көруге келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы сіздердің сапарларыңыз арқылы біздің осы тарихи орындарымыз, Жамбыл жерінің тамаша жерлері, туристерге арналған орындары бұрынғыдан да кеңірек таныла береді деген сенімдеміз. Жібек жолы туристік пойызының алғашқы сапары 2024 жылдың қараша айында басталған. Сол уақыттан бері 2 рет халықаралық темір жол туры ұйымдастырылды. Биылғы жылдың қаңтар айында 110-нан астам саяхатшы сапарға аттанған. Тараз қаласына сапар шеккендердің бірі Оралдық Гүлнар Маханғалиева өз әсерімен бөлісті. Біздер очень рады всему то, что вы встречаете нас в пути. Жібек жолы. Біз жолымызда кездескен әрбір сәтке шын жүректен қуаныштымыз. Жібек жолы сапарының 4-ші күні де артта қалды. 2 күн Қазақстанда, 2 күн Өзбекстанда және тағы 2 күн Қазақстанда өттік. Дәл осы Тараз қаласында біз бұл сапарда аяқтаудамыз. Жібек жолымен жүрген барша жанға зор денсаулық пен бақыт тілейміз. Сапар барысында саяхатшылар көне Тараз тарихи этно-мәдени кешеніндегі қолөнершілер көрмесін тамашалады. Тектұрмас ескерткішіне ат басын бұрған қонақтар кейін Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейімен танысып, Қарахан, Айша бибі кесенелеріне бет алды. Аталмыш жоба өңірімізде алғаш рет ұйымдастырылды. Нұрбақыт Тұтқышбек, Мейрамбек Сағынов, Елдар Түстікбай, 24 Ньюс.